شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان يا رمضان رمضان يا Рамазан айы кірген уақытта жәннаттың есіктері ашылады. Рамазан айы кірген уақытта дозақтың есіктері жабылады. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا Ал сен ше, жүрегіңнің мейірім есігін ашып көрдің бе? Ал сен ше, өзіңді батыл мұсылманмын деп санасаң, жағымсыз, тәкаппар, қырсық мінездердің есігін жауып көрдің бе? Бәлкім сол арқылы асау нәпсінің тізгіндеп күнә атаулыдан сақтанып тақуалыққа жетерсіңдер. Осы ұлық айда, шарапаты мол айда біз барынша, біз мейлінше осы тақуалыққа қол жеткізуіміз керек. Бұл қадір түні ең сондай тыныш, ең әдемі түндердің бірі болып есептеледі. Осы түнде ұлық болған Алланың сөзі Құран-ы Кәрим түскен. Бұл айда Алланың разылығы үшін ораза ұстаған жанның оразасын аштыру, ораза ұстаған мұсылман үшін бұл дүниедегі қуанышы болса, оразасын аштырған мұсылман үшін ақыретте жұмаққа кіруіне себепкер болатын салихалы амалдардың бірі. Қасиетті Рамазан айларыңыз мүбәрәк болсын. Алла Тағала қасиетті Рамазан айын берекелі етсін. Осы түнде үлкен болған періште Джибрил алейхиссаламды осы жер бетінде жүретін болады. Алла Тағала осы қасиетті Рамазан айын ұстап жатқан оразамызды, оқып жатқан барлық тарауих намазымыздың ләззаты мен рахатын сезінуге Алла Тағала сіз бен бізге нәсіп етсін. Еліміздің қуанған күні көп болсын ағайын.